Баршаларыңызға сәлем достар. Сіздерге бүгін жаңа туылған нәрестенің не себепті ішік кебіп жылайтыны жайлы айтатын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жаңа туылған сәбилерде 2 аптадан бастап 3-4 айға дейін іш кебу мазалайды. Яғни, осы уақытқа дейін біз іш кебуді тек жеңілдету арқылы балаға көмектесе аламыз. Ол үшін келесі нәрселерді жасауыңыз міндетті. Ең бірінші, ол баланың 2 аяғын ішіне аздап басу арқылы бала ішінің желін шығару, велосипед тепкен тәрізді жаттығу жиі жасап тұруға да болады. Балаңыздың ішіне қолыңызды қойып аздап күтіңіз. Ішектер жылу келгенде артық ауаны шығара бастайды. Оны қолмен сезесіз. Үтіктеп жылып пленка бассаңыз да болады. Ішпен жатқызу. Бұл баланың желін шығарып қоймай, физикалық дамуын жылдамдатады. Бірақ ешқашан баланы ішпен ұйықтатып қоймаңыз. Бала ішіне сағат тілімен қарсы бағытта және төмен қарай сипап, массаж жасау. Қолыңызды майлап, сипалау арқылы жылу беріңіз. Нәрестенің ішін қатты баспаңыз. Арнайы іш кебуге қарсы жылу сыйлайтын белдемшелер қолдануға болады. Бірақ баланың ішін үнемі осы нәрсеге үйретіп алмауыңыз қажет. Газ тудыратын тағамдарды аз қолдану, іш кебудің алдын алатын іс-шаралар жасауды ұмытпаңыз. Емізген кезде дұрыс емізу, ауа кетіп қалмауын қадағалап отыруыңыз қажет. Емізіп болған соң баладағы артық ауаны, сүтті шығарып тастауыңыз қажет. Баланы емізіп болған соң 5-30 минут аралығында тік ұстап кекіртіп алуыңыз қажет. Балада іш кебу жиі орын алмас үшін балаға бел ашылып кетпейтін киімдерді таңдағаныңыз дұрыс. Назарларыңызға рахмет. Ешбір бала ауырмасын. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.